жазушысы, ақын, Қазақстанның еңбек ері атағының иегері, Алтын жұлдыз бен Отан орденінің иегері Мұхтар Шахановтың 80 жылдығына арналған Өмір өзен атты поэзия кеші. Қадірлі жауқазын буын, қадірлі ұстаздар, арнаңызға шақырып отырғандарыңызға үлкен алғысымды білдіремін. Мен Қазақстанның халық жазушысы ғана емеспін, Қырғызстанның халық ақыны ғана емеспін, мен Қазақстанның халық жатқауымын. Сондықтан енді бұлтында қатысып отырған бүлдіршіндерге өзімнің алғысымды білдіремін, ұстаздарға алғысымды білдіремін. Мен өте аз ғана тілде жырланған ақынмын. Мен бар болғаны, мынау ана тұрған бидайды комбайнмен жинайды деп жаза береді. Поэзия дегеніміз не? Поэзия дегеніміз әлемдік деңгейде ешкім айтпаған ойларды айту. Әлемдік деңгейде ешкім айтпаған ойларды айту. Ал айтпаса, қалғандардың барлығы жаза береді. Қайырлы күн, қонақтар, ұстаздар, ата-аналар. Бүгін бір ерекше қуанышты күн. Бүгін бізде қонақта Қазақстанның халық жазушысы, Қырғыз Республикасының халық ақыны, ұлт жанашыры, тіл жанашыры, ақын Мұхтар Шаханов. 20 ғасырдың 60 жылдарында қазақ поэзиясында өз болмысымен, өзімен жарқ етіп танылған Мұхтар Шаханов қазақтың бір туар көрнекті ақыны. Асқан талантымен, айбынды ақындығымен, асқақ азаматтылығымен ерекшеленген ірі тұлғамызға арналған Өмір өзен атты кешімізге қош келдіңіздер. Қазақстан Республикасының халық жазушысы, Қырғыз Республикасының халық ақыны, Біріккен ұлттар ұйымының қоршаған орта бағдарламасы сыйлығының лауреаты, Түрік Республикасының түрік дүниесіне қызметі үшін халықаралық сыйлығының лауреаты, Қырғыз Республикасының халықаралық руханият сыйлығының лауреаты, Түрік дүниесі жазушылар бірлестігінің Шахрияр сыйлығының лауреаты, ЮНЕСКО-ның Боррукер клубы сыйлығының иегері, жазагер Жады Космо формуласы шығармасы үшін Калифорния ғылым индустрия білім және өнер академиясының Альберт Эйнштейн атындағы алтын медалінің иегері, түркі тілдес халықтар арасындағы ең үздік әлем ақыны сыйлығы иегері, Түркия, Әзірбайжан, Солтүстік Кипр мемлекеттері тағайындаған түрік әлеміне сіңірген ерен еңбегі үшін атағының иегері, Америка өмірбаян институты белгіленген 2005 жылдың жыл адамы атағының иегері, Түркістан облысының құрметті азаматы атағының иегері, Ленин комсомолы сыйлығының лауреаты, тың және тыңайған жерлерді игергені үшін медалі, еңбектегі ерлігі үшін медалі, Нобельдің алтын медалі, Қазақстанның еңбек ері атағының иегері, Алтын жұлдыз бен Отан орденінің иегері. Ақынмен кездесуді асыға күткен оқушылар ақын өлеңдерін жатқа оқып, сахнаға шығуға дайын тұр екен. Кезекті ақын өлеңдеріне берейік. Ермеңдіру, сен жыладың жігітім, көп көрдім деп тұрмыстың тапшылығын, қайтпады деп жұртқа еткен жақсылығым, сен жыладың. Сезімің жасымағып, кіп-кішкентай балаңды қасына алып, қырмызы күнім өтті
кетті деп сенгенім сатып кетті деп. Сен жыладың, аңғармай қалдым орды деп, қадамым сәтсіз болды деп, бір қатты соққы алдым деп, бақытсыз болып қалдым деп. Сен жыладың, мен бірақ сейт етпедім. Білем сені тағдырдың еркеткенін, білем сені өркөңіл шоғар дедің, енді бүгін қалай бұл керкеткенің. Жажа, шарар, өткен күн оралар ма? Қарау керек бауырым саған алға, басыңдағы бөрікпе орамалма. Бөрік болса, ауыстес басқа күйге, көз жасыңды көрсетпе жас сәбиге. Көз жасыңды көрсетпе сұранамын, әй жігіт. Сен маған ұнамадың, жас нәресте көруге тиісті емес, әкесінің еңкілдеп жылағанын, әкесінің тым күйреп құлағанын, ердікпенен ездіктің жол қатар, екеуінің арасы бір ағады. Көз жасыңды көрсетпе сұранамын, көтергәне басыңда, қалай бұның? Мұз боп еріп кеткен бе барай бұның? Көтергәне басыңда, күніңді босқа өткізіп бердің. Тағдыры неге? Сыр айтты саған. Өмірдің барлық сәтсіздіктерін, бақытсыздық деп, кім айтты саған? Кім айтты саған? Тұлпарды сүрінбейді деп, асауды мінілмейді деп, ақ көйлекті кірлемейді деп, қара ешкім жүген ағаш қайтадан гүлдемейді деп. Кім айтты саған? Жұрттың бәрі мейірбан арайлы деп, жұрттың бәрі шындықты қалайды деп, биікті ардақтайды деп, асылды қорлатпайды деп. Тоқырау білмес айбына адалдық деген әлемнің ұлы байлығы. Бетіне жиған ұятты, әйіпсіз кейде ол кінәмшіл бала сияқты. Тәрбиелесе осы баланы өкпелететіндер бар да, шұбататындар бар. Шек көретіндер бар да, ұнататындар бар. Арын сатып қорлайтындар бар да, шанын сап қорғайтындар бар. Қиналып бекер алдандың ау, ойыңды шығар өріске, өзің ақ айт шығаламда мынау. Жеңілдің бәрі жеңіс бе? Жігітке арман жеткізіп, өз сорын өзі жеңбесе, өмірдің барлық сәтсіздіктері бақытсыздық емес, бір танысым қонаққа шақырды да, топ адамның көзінше, пікір пішіп өзіңше, көңіліңді елемей әппақ айдын. Досым, сені жатып кеп, даттадай бір. Кеткен шақта әділдік заңға айналып, ақты қара деп айту қандай набыт. Үнсіз қалдым, өзіңді нақ сол сәтте, ақтап қалар дәлелім болмай қалып. Өткен күзде билетін жоғалтып ап, бір қарт әже вокзалда жылап тұрды. Жылап тұрды, еңсесі құлап тұрды. Жанарында жалыныш сұрақ тұрды. Кеткен шақта ізгілік заңға айналып, жомарттықты тұсаулау қандай набыт. Үнсіз қалдым, қалтамда нақ сол сәтте, көк тиын болмай қалып. Өмір сәнсіз сауалын тарттып талға, кездерім бар өзімді қортытқанда. Мүмкіндігім жоқ сәтте мұңға батам, үнсіз қалып отырам сондықтан да. Табиғаттың тымырсыз ақпанындай жылдардың қақпанындай. Мені осынау мейірімсіз үнсіздіктің азабынан әрдайым сақта Құдай. Алтын күміс жеңіл қалайды. Пәстеу соғып сырт көркем асманына, бекер ұлдау мезгісіз тозды бірі, мұстан құйдық тұлғасын, ұлылардың жер бетінде алтынның астығынан. Міне тағы құлашын жазды білін, бір қосалдық етпеген мазмұнынан. Сорпай жүрміз қалайы қасып берген, жер бетінде күмістің аздығынан. Жасық жайды жасампаз ойба қалып, жарар еді кетпесек майдаланып, сары шымшық сан рет той бастады. Бұлдардың аздығын пайдаланып, қалай өтсе күмістің есімінен,
жасаудың кесірінен. Өзендер, ән туады мұраттан, ой туады сұрақтан, небір үлкен өзендер басталады бұлақтан. Бірақ соның барлығы жете алмайды теңізге, жоғалтады өз-өзін, түседі де көрбізге. Өмір кейде қатал, өмір кейде тұйықтау, өзеннің жолына бөгет болды биік тау. Небір асау, асығыс, шулы өзендер ақтарлар. Ағып барғанда құмға сіңіп шоқ болған. Жолсыздық пен жөнсізді жалықты көз көруден. Құтқарына өзенді құмға сіңіп өруден. Құтқарына аққуды сол өзеннен жүруден. Ағын судан зергіп шалшық суға сенуден. Өзен болу үлкен сын, бақыт емес олдаса. Теңізге ағып баруға мүмкіндігін болмаса. Жігіттің екі сипаты. Кім қайратты, кім кімге асқар болуға, мүмкінбеген тағдырынан бас тартуға. Неткен ғажап, биіктен құлаған тас, сыңғар мен қалады тас қалпында. Құзар шыңда, ойпаңда, бұралаңда, талайларды сіңкіп тұрады алда. Бұлшық болып кетпеген қан кесектер, кіп кішкентай жыраған құлағында. Алған тағдыр берілген бұл адамға, несегінен ел жігіт құлағында. Жұбатынды, айланды, өткері оның құмып кетер жігері жылағанда. Алған тағдыр берілген бұл адамға, тұлпарының ел жігіт құлағында. Жұбатпаңдар, ер адам от жігерін намысына жаныды жылағанда. Тарихқа үмітсең сезерек, қай кезден басталған бұл сұмдық, ұлыға қанжар кезеген күншілдік. Бұл неткен зұлымдық жаныма, бұл неткен ағаттық, биікті биіктер танымау нәмәрттік. Арымды келемін қанаттық, бойыма бір тыным бермедім. Бойымнан таусылса жомарттық, бұл менің де бейнемін. Өтмесін замандар, құпияң көп ұқпаған түсінбеген, әке менің жет көрген адамдар, жалыны жоқ, сорлы деп нөсірген. Алдан іңгәр үміттің жолын көрем, жолын көрем жанымнан жауын көрем. Мүсірткенмен жалдырым мен ешкімге, мүсіркеген адамның құлын көрем. Ғасырына өн берем, ерлер аспап шапағатын ел көрем. Жас шағында заманның заңғар ойын өрген. Керісінше, сақалы шашын кірген қалтаға, жазы жүзге келгенмен, даңқы шырқау ел рухын айқындайтын деңгейдің, жас кезінде жалды жоқ жігіттің, жас кезінде арыны жоқ жігіттің, ертең ерлік жасарына сенбей, я, жастық шақ болмай ешқашанда жарлығым, аяу кей, жастық орын ерді жүріп, алғандардың барлығы. Маған арман жолғағандар, маған арман жолғағандар, ақ тілегін арнағандар, маған қорған болған жандар, алдамаймын сендерді, мен мына жарқын тірлікте, өмірме қойылғанша бір нүкте. Жүріп келем, таусуындай тыншымайтын жаным бар, ай маңдайлы арым бар, құшағымда көктемім бар, құшағымда қарым бар. Сендер мені өзіңнен мінезімнен таныңдар. Жүріп келем, таусуындай тыншымайтын жаным бар, асқар таудан қуат алып, айға қарап елжіреп, ағалмасам туған жердің кеудесінде мөлдіреп. Бір лайсам, өзен болсам, тұнықтықтан шеткері, атама елім өз перзентім деп мені. Жоқ, мұны тағдыры басқа жазбасын. Бұдан ауыр қарғыс бар деп ұғынбаймын өз басым. Цемент. Құммен құмды кіріктіріп жалғайтын, тас пен тасты біріктіріп қолдайтын, топтасуға жаны ғашық, өгілгеннің бағын ашып. Тек тұтастық мүддесінен самғайтын, құрылысқа арзан әрі тиімді. Тиім кететін, қолын кететін тиімді,
жаңалыққа жетерміз. Бірақ мынау ұлтымызды жауырыннан қырысқан, бірлік емес, байлық үшін жылысқан, бас-басына би болуға тырысқан. Қалай қайтып біріктірер екенбіз? Қалай қайтып біріктірер екенбіз? Рухсыз, ұлтсыз, бағжанған заманда басын дейім, дәл осы іске цемент тапқан адамға. Алдымызда қанша сауал тосылды, өмір бізді ерте-ерді бейіне. Сәби кезім бірге ойнайтын досымды ертіп бардым нағашымның үйіне. Сәбилік шақ, сүттей аппақ кезең бол, аңғал бейқам бал бұлақтай сыңғыруы. Досым кеп көрем деп әжемнің аңдаусызда көзәнегін сындырды. Енді қайттық, амалайла азайып, құтылуға өткел іздеп тарттық. Досым менің ұян еді ғажайып, әжем өте қатал еді жарықтық. Бала мұнша болар екен мазасыз, қане, қайсың көзәнекті сындырған, деді әжеміз. Қалдырмаймын жазасыз, сындырған кім, алдыма кеп тұр жылдам. Енді қайттық, кім ұсынбақ көмегін, бұл қысықтан құтқармақ досымды мен сындырдым, кешіріңіз, мен едім, дедім үнсіз төмен салып басымды. Бір ерекше дүлей мінез Тосыбек, шіркіз адам табиғаттай сан қыруы. Қанша шуы болған мен осы рет, әжем мені жазалаусыз қалдырды. Лезде қайта көтеріліп бенземіз, көңіліміздің айдынадан күн күлді. Сол сәтте үнім сыбыр етті. Сенбеңіз, көзәнекті қонақ бала сындырды. Әжем кенет ашу болып күйгілеп, ашу болып, антан болып қалды да, жүр бері деп құлағымнан сүйріліп, ертіп барды нағашымның алдына. Қой бәйбеше, дау тудырма бекерге, деп нағашым әңгімесін жалғады. Айып бекен, өзім беріп қатерге, ер жігіттің досын қорғап қалғаны, достық деген ізгілікті науаны. Уға күва ғасыр бар мен заманда, отанымды сатып кете алады, қиыншықта досын сатқан адамды. Қайша жеңгей, сүйген жарын аттандырдым ойранға. Сенген жүрек, серттен оңай тайған ба, соғыс бітті, ал күйеуі келмеді. 3 жыл өтті, 5 жыл өтті, өлді деген суық сөзге сенбеді. Тұманға орап тілекті, тағы 4-5 жыл өтті. Тәтті орманның көңіліне тоқсанап, күтіп берді, сағат санап, сәт санап. Кейде ауыздар талдығынан алабы, көкіректе мазда биықтық жанабы. Тым құрса құдай-ай, алданыш боп отыратын бала жоқ. Артса да өмір бір күнге соң бір күнге, жалғыз жанға жараспайды күлкінге. Болмады ғой, болмаған соң ақыры, көз шығатқа ерге шықты бір түнде. Сол түнтің шиықтады, жаңа үміт жағып бір, көкіректе қанағаттан дағып бір, ал таңертең арман болған күйеуі терезені қағып тұр. Қайша сорлы, күйіп кетті болғырлықты көргенде, тастай қатып, қалды есіне танып жүріп, содан кейін шашын жайып жіберіп, күйеуінің аяғына құлады. Құлап жатып ағыл-тегі жылады, жылап жатып сарылды, өзін-өзі жерге соғып қарғады. Махаббаттың құм секілді міне жоқ сырғыма жүргенімен көп оқып жеп алданып. Қайша кенет орнына сүйретіліп тұрды да, бір ғана ойға табан тіреп түбірді. Тойың естен тасып жатқан долданып, аса уақсу өзеніне жан ұшыра жүгірді. Бағаласаң махаббатты бағала, сәлден кейін сорлының орамалы ғана жатты жағада. Сөзімен ісі айырмас болғандар, шындығын жоғалтып алғандар. Өлең құрау, ақындықтың көп қырын білдіру. Тек сол үшін оны ардақтау, жөнсіздеу һәм күлкілі. Дәуірмен билігіне салғанмен алынды. Ұлтын сатқан ақындар бар, бірақ жыры дарынды. Елдігі жоқ, ерлігі жоқ, ауызы ғана белсенер. Сөзден ісі алшақ жатса, оған қалай емсенер. Неге бүгін ұлт мүддесі науқас жандай тектелер. Мұндай шақта ақындық күш тек шындықпен өлшенер. Шындық кәусар ақындыққа болу керек асылын. Шындықты айтып Ермахамбет айырылман басынан. Ақындар аз, сын сағатта сөздері зорайған. Есеп тағып,
Абай қашан жол іздеп тоғайдан, ел ұлт жайлы сырларымен, жыры биік тұрғанымен, ісі ішінде Махамбетті биік қоям Абайдан. Бұл ақындық ұстанымы қалыптасқан талайдан. Шынды өлген пенделерді басар уақыт көшкіні, даңққа ойын созғанымен, том-том өлең жазғанымен, шынды өлген ақындардың ақын емес ешбірі. Шынды өлген мінессіздік, бұл кімнің мақтаны? Қазір барлық салаларды мінессіздер қаптады. Басшыларға жағымпаздық бұл кезеңде дара күш. Содан ақын сымақтардың көбі түфли жалағыш. Шыншыл ақын болу деген азаптың ең азабы. Сол азапқа төзе білу ғажаптың ең ғажап. Тағдырыңды тамырсыздық індетінен қалқала. Мазмұн жоқта, мазмұнсыздық шыға келе ортаға. Әр адамда өз анасынан басқа да құмырына етер мәңгі астана. Демеп жүрер, жебеп жүрер арқада, болу керек құдіретті төрт ана. Туған жері, төп қазығы, айбыны, туған тілі, мәңгі өнеге айдыны. Жан байлығы, салт дәстүрі, тірегі, қадамына шуақ шашармен. Және туған тарихы. Ескі алуға қаншама, ауыр әрі қасіретті болса да. Құдірет жоқ төрт анаға тең келер, онсыз санам қаңбақ тоқсап сенделер. Өзге ананың ұлылығын танымас, өз анасын менсінбеген пенделер. Төрт анадан сенім таба алмаған, тамырсыздың басы қайда қалмаған. Төрт анасын сыйламаған халықтың ешқашанда бақ жұлдызы жанбаған. Қасиетті бұл төрт ана, тағдырының тынысы. Төрт анашын болған күрес, күрестердің ұлысы. Көкірегімде төрт сәуле бар, төрт бақыттан тұрып. Төртеу менің мұратым, төртеуінен алма кезек нұралы. Ең біріншісі туған елім ұл анам, екіншісі ғазиз анам саулығымды сұраған, бірақ маған екеуі де бір адам. Үшіншісі намыс үшін беріспеген күндерім, жанға молды өшіруге келіспеген күндерім, жақсылыққа өріс берген күндерім, тағдырымның жанарынан жеңіс берген күндерім, сүйренгенді сүйемін деп құлап қалған кездерім, өзім жылап, жан досымды жылатпаған кездерім, бәрі-бәрісі жомарттығым, адалдығым сондағы кеудеме келіп жиналды да бақыт болып орнады. Ал төртіншісі ме? Төртіншісі сәлдай қыса болар мұң, маған деген адалдығы ол, мені сүйген адам. Байқаймысың, мына ғажап тамашаны, бір адамға байланысты, бір адамның болашағы. Байыппенен көшірсең, асау жылдар өрісіне, бір адамға байланысты, бір адамның жеңісі. Бұл заманның қағиданың мүмкін бекен көнермегі. Қозы көрпеш аман болса, баян сұлу өлермеді. Исатайды жеңбесе жау, Махамбетті жеңермеді. Қайран ақын тағдырының соққысына көнермеді. Қайран ақын сұңқар қиял, нәкескен ой батыларынан. Исатайдан айырғанда жер баулап шарып алған, бұдан асқан қайғылы түн, қонған емес басына оның. Досы барда алшысынан тұрушы еді асығы оның. Оны сұмдығай, жаулық сезім бары сатты паналапты, Исатайдың өліммен Махамбетті жаралапты. Қадырым-ау, көшірші, асау жылдар өрісіне, бір адамға байланысты, бір адамның жеңісі де. Кейде мені мұқатпақ бол, жаулар сені жамандайды. Ал егер сен жамандалсаң, бұл әрине маған қайғы. Басымызға шиыр-шиыр күн туғанда тұштаналы. Кейде мені жеңу үшін жаулар саған күш салады. Тайғақ өмір жолдарында сүрінгенде тірек алар. Сүйенішім сен екенін айтпастан-ақ біледі олар. Әлемнің бары жарынан бізге достық сымбаттылау. Мен жадырап жүрсін десең, сен мықты бол, қымбаттым-ау. Мен қылыш алдым.
Байқатпастан уақыты тез өткен, өнер толы өзекпен, жыр қанатын безеткен, әнге баста жиналғандар кезекпен. Бірақ жұртқа зейін қоймай сыздана, ортамызда отырды бір қыз бала. Мәне ғажап, келбет қандай, көз қандай, сұлулығы қиялынан озғандай, ақша бұлттың арасынан бір арман, соған қолын созғандай, бозбалғар аузын ашып анырып қарап қапты қозғалмай. Думан қызды аянатын заманда, ән кезегі келіп жетті олғанда, сіңген өнер кәріге де, жасқа да, қыз көңілінен таба алмапты баспана. Ал онысын кемшілікке санамай, отырды ол өз ойымен одағай, бөлме толы жақтырмаған көздерге пысқырып та қарамай. Ол болмай атуға қарттар жағы наразы діл қатуда. Бұл немене тумай жатып батума. Нақ сол сәтте сенен салдың жанаға, бұдан асқан нұрлы шаттық болама. Сенен салдың шарықтатып шарқатып, көңілінің ақ дауылын бұрқатып. Сенен салдың арындатып зарлатып, көздің жасын парлатып. Айналайын артылға, тез болсан тартылма. Өзен біткен шапқылап еріп жүрсін артында. Әлде шырқау таусың ба? Ал тау болсан таусылма. Қазақтың кен даласы жат сенің даусында. Көз алдымда көлбеді, толқын құм мен салқын мұн, жарқын белес жалқын күн, жат сенің даусында. Жомарттығы халқымның, жат сенің даусында. Шарқырғаны сұңқардың, алқынғаны тұлпардың, ойпан жердің орманы таудың қия жолдары, әкеміздің талғамы, бабамыздың арманы. Сенен салдың жанаға, бұдан асқан нұрлы шаттық болама, ұқсап туған екенсін аудалана. Міне сендей жаны мұхит жандармен бізге сұлу көрінеді замана. Ән қаптасын гүл қаптаған қырлардан. Халық деген мағынаға бай теңіз, өз халқының байлығынан құр қалған мазмұны жоқ. Мына қызды қайтеміз? Борышымыз ұшан терезелесек, адам әрге заманына берешек. Не болады одан туған бүлдіршін, не болады одан туған келешек. Халық әні азаттық пен қиялдың самалы ғой, оны естуден тәргім. Сені тыңдап, мен ерекше шаттандым, ал қыз үшін ұяттым. Олай болса, Ақын ағамызды тыңдайық. ЮНЕСКО менің поэзиямды бүкіл жер шарындағы әлемдік поэзияның ең биігі деп таныды. Бүкіл жер шарындағы. Әрбір мемлекет маған өздерінің ең жоғарғы сыйлығын беріп отырыпты. Сонда мен өте аз сыйлық алған адам екенмін. Мен бар болғаны 7737 сыйлық алған. Поэзия дегеніміз ешкім айтпаған ойларды айту. Әлемдік деңгейде ешкім айтпаған ойларды айту. Сондықтан енді мен қазір сіздерге бір өлеңімді оқып жүрейін. Өлең құрау ақындықтың көп қырының бір қыры. Тек сол үшін оны ардақтау, жөнсіздеу әм күлкілі. Дәуіріне, билігіне салынған мен алымды, ұлтын сатқан ақындар бар, бірақ жыры арынды. Ерлігі жоқ, елдігі жоқ, аузы ғана белсенер. Сөзден ісі алшақ жатса, оған қалай елсенер. Неге бүгін ұлт мүддесі науқаншандай теңселер. Мұндай жақта ақындық күш тек шындықпен өлшенер. Шындық кәусар ақындыққа болу керек асылан. Шындықты айтып Ермағанбет айтылған басынан. Ақындар аз сын сағатта сөзден ісі зорайған. Десек тағы Абай қашан жол іздетті оңайдан. Ел ұлт жайлы сырларымен жүріп биік тұрғанымен, іс үшінмен Мақамбетті биік қоям Абайдан. Бұл ақындық ұстанымым қалыптасқан талайдан. Шындық жоқ пенделерді басар уақыт көшкіні. Даңққа мойын созғанымен, том өлең жазғанымен, шындық өлген ақындардың ақын емес ешбірі. Шындық өлген мінезсіздік болмақ кімнің мақтаны? Қазір барлық салдарды мінезсіздер қаптады.
басшыларға жағымпаздық бұл кезеңде дара күш. Содан ақын сымақтардың көбі түрлі жалағыш. Шыншыл ақын болу деген азаптың ең азабы. Сол азапқа төзе білу ғажаптың ең ғажабы. Енді мен өздеріңізге бір бата беріп жүрейін. 124 мың пайғамбар, 33 мың сахаба, 99 машайықтың рухы, Қайуата, Қазата, Сайрамда бар сансыз бап, Түркістанда туған бап, егілген арыстан бап, әулиен білердің рухтары, қазақ жерінде болған барлық әулиен білердің о дүниелік болып өткен осы қиынға қатысып отырған адамдардың о дүниелік болып өткен ата бабаларының рухтарының жандары жәннатта болсын, топырақ торқа болсын. Әрдайым Алла Тағала өздеріңізді тек шындық биігінен, елдік ұлттық мүдде биігінен, рухани парасат биігінен, рухани әділдік биігінен көрінуге мүмкіндік берсін. Әрдайым тек қана Алла Тағала барлықтарыңызды тек шындық биігінен көрінуге, елдік ұлттық мүдде биігінен, рухани парасат биігінен, рухани әділдік биігінен, рухани ізгілік биігінен көрінуге мүмкіндік берсін. Сол биікте әрдайым басқыза беріңіздер, жұлдыздарыңыз тек қана шындық биігінен, елдік ұлттық мүдде биігінен, рухани әділдік биігінен, рухани тазалық биігінен, ең бастысы рухани шындық биігінен жарқырай берсін. Әумин. Жылдар өмірдің өзеніне ағады кезегіммен, сенсің көңіл ашық, менің ғашық ғасырым. Ертеде де кеште тұрасың сен есте, мен өшсем де өшпей асылым. Ертеде де кеште тұрасың сен есте, мен өшсем де өшпей асылым.